Баршаңызға қайырлы күн. Отбасыңызға осындай кәріс пигодин дайындап көріңіз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Жылы суға тұз, қант, ашытқы, ұн қосып жұмсақ қамыр елейміз. Еленген қамырдың үстіне май құйып, тағы бір басып 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Салмасын дайындау үшін пиязымызды және капустаны жіңішке етіп турап алып, қызып тұрған майға бірінші пиязды жақсылап қызарғанша қуырамыз. Содан соң капуста қосып, тағы 10 минуттай қуырамыз. Тұз бұрышын қосып, араластырып, отты өшіреміз. Тартылған етке қуырылған көкөністерді салып, араластырамыз. Көтерілген қамырды бірнеше бөлікке бөліп, домалақтап алып, сосын қолмен жаямыз. Ішіне салмасын салып өреміз. Егер өру білмесеңіздер, пирожки секілді бір-біріне жабыстырсаңыздар болады. Осылайша дайын болған пигодиларды 10 минутқа бетін жауып, тағы қоя тұрамыз. Содан соң қайнап тұрған мантаваркаға 40 минутқа пісіріп аламыз. Пигодиларымыз дайын. Соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен жадыра ас болсын.